Сәлем достар, сіздермен бірге мен Арай. Бүгін біз 15 минутта жасалатын рулетімізді жасайтын боламыз. Демалыс күндері балаларымыз бәріміз үйде болғанда, тәтті жегілері келген кезде 15 минутта жасалатын рулетімізді жасаймыз. Бір жегенде сразу жоқ болып кететін рулет. Ал кеттік жасауға кірісейік. Әрі қол жетімді, арзанға шығатын рулет. Бізге керегі 3 жұмыртқа. Жұмыртқамызды осылайша ыдысымызға жарып аламыз. Оның үстіне 5 ас қасық қант саламыз. Жақсылап тұрып араластырып аламыз. Одан кейін 5 ас қасық сухой молоко салып осылай жақсылап араластырамыз. Сосын бір разрыхительді қосамыз. Одан кейін мен ванилин қосамын. Ванилинді қоспай қойсаңыздар да болады, өздеріңіз білесіздер. Одан кейін оның үстіне 5 ас қасық ұн салып, жақсылап тұрып араластырып, міне осындай тесто болады. Табағымызға пергамент қағазын жайып, үстіп құямыз. Формасын келтіріп аламыз да 180 градуста қызып тұрған пешімізге 10-15 минутқа пісіріп аламыз. Міне пісіп дайын болды. Ыстық күйінде осылай алып аламыз. Пергамент қағазынан ажыратып, осылай ажыратып аламыз да. Өзіміздің қалауымыз бойынша варенье или крем жасап ортасын жағуға болады. Жеміс жидектермен әдемілеп, сәндеп. Мен варенье жақтым. Осылайша орап, бір 2-3 минутқа үстіп орап қойсаңыздар болады. Міне осындай әдемі, жүп-жұмсақ, дәмді рулет болып шығады. Жасап көріңіздер. Достар, рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаймыз. Алдыда тағы да оңай, тез жасалатын рецепттер саламын. Рахмет, ас болсын.